Баршаңызға сәлем қыздар. Бүгін сіздермен осындай пирожки, сосиска в тесте жасайтын, тағы да басқа заттар жасайтын универсал тестоның рецептісімен бөлісетін боламын. Ең алдымен маған тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Бір-бірімізді қолдап жүрейік. Ең алдымен осындай ыдысымызға 500 грамм суымызды, жылы су, 500 грамм сүтімізді, жылы температурадағы, және де бір ас қасық тұзымызды, бір ас қасық шекер, және бір ас қасық 55 грамм сұйық майымызды, және де бір ас қасық дрожжімізді салып, жақсылап осылай беншіктің көмегімен араластырып алатын боламыз. Және де үстіне міндетті түрде електен өткізіп, осылай ұнды салатын боламыз. Мен мына електі вообще өтпейді екен, асты темір емес. Одан кейін осы қолмен осылай өткіздім. Және де осылай барлығын өткізіп, жұмсақ қамыр илейтін боламыз, видеода көрсетілгендей. Кезек салып отырамыз. Ұнды бірден салып жіберсеңіздер қатты болып қалуы мүмкін. Осылай жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Шынымен де осыны менің айтқан рецептімен жасап көрсеңіздер, өте дәмді, жұмсақ, кәдімгі базардағыдай пирожкилар шығатын болады. Сосын жасап болғаннан кейін үстіне сұйық май сеуіп, осылай 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Мінекей, қараңыздар, мен бұл тестодан пирожки, сосиска в тесте жасадым. Өте күшті, түрінен ақ көрініп тұрған шығар, әдейі болып піскені. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздер де жасап көріңіздер, міндетті түрде өте дәмді, өте мощный, сочный болып шығады.